Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге қандастар, яғни оралмандар деген кімдер және мемлекет оларға қандай көмек көрсетеді, сол туралы айтып келеді. Қандастар, яғни оралмандар деп біз кімдер айтамыз? Бұл бұрын Қазақстан Республикасы азаматы болмаған, бірақ тарихи отанына шет елден келген этникалық қазақтарды айтамыз. Қандастар Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін жергілікті атқарушы органға, яғни әкімдік немесе соңға барып өтініш, өмірбаян және де нотариалды түрде расталған жеке құжаттарын апарып тапсырады. Құжаттарды қабылданғаннан кейін сізге 4 күн ішінде қандас мәртебесі беріледі. Мемлекет қандастарымызды қолдау мақсатында оларға медицина, білім және көші-қон жағынан көмек береді. Және де ақшалай көмек көрсетіледі. Бұл біріншіден әрбір отбасы мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2023 жылы 120.750 теңге. Ал Ақмола, Атырау, Шығыс, Батыс, Солтүстік Қазақстан облыстары, Павлодар, Қостанай облыстарында бұл сума 2 есе көп, яғни оларға 70 айлық есептік көрсеткіш, яғни 240.000 теңгедей көмек көрсетіледі. Сонымен қоса, бір отбасыға коммуналдық қызметтер төлеу үшін 15 және 30 айлық есептік көрсеткіш аралығында шамамен 51.000 теңгедей ақшалай көмек көрсетіледі. Сонымен қоса, мемлекет беретін ең үлкен жеңілдіктердің бірі ол қандастар үй кезегінде тұра алады. Яғни жеңілдетілген бағдарламалар арқылы үй ала алады. Және де жылына бірнеше рет өткізілетін 400 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2020 жыл бұл 1.380.000 теңгені құрайтын мемлекеттік грантқа қатысып, өз бизнесін бастау үшін мемлекеттен қайтарымсыз 1.380.000 теңге алып, жаңа кәсіп ашуына үлкен мүмкіндігі бар. Және де назар аударыңыз, азаматтық алғаннан кейін немесе 1 жыл өткеннен кейін қандас мәртебесі автоматты түрде жойылады. Яғни үй кезегіне тұрғыңыз келсе, немесе грантқа қатысқыңыз келсе, сол қандас мәртебесі бар кезінде қатысып алыңыз. Көп адамдар 3 жыл, 4 жыл, тіпті 10 жыл өтіп кетсе де, менен сұрайды, мен қандаспын ба деп. Жоқ, сіздер енді қандас емессіздер. Қысқаша айтқан кезде сіздерге ең бірінші оралман куәлігі беріледі, одан кейін ықтияр хат беріледі, одан кейін Қазақстан Республикасының азаматтығын куәлігін, яғни удостоверение берілген кезде сіздер уже қандас болып есептелінбейсіздер. Видео сізге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және келесі қандай тақырыпта видео көргілеріңіз келеді, сол туралы да комментарийда қалдырып кетіңіздер.